Қадірменді бауырлар, бізді Қазақстандағы басқа ұлт өкілдері де қолдап отыр. Өйткені себебі Қазақстандық ұлтқа кіріп кетсек, бәріміздің де шаруамыз бітеді. Барлық ұлт жойылады. Сондықтан қазір филология ғылымдарының докторы, Ұйғыр мәдени орталығының мүшесі Әлімжан Тілебалы сөз сұрап отыр. Құрметті ағайын, біз қазақ халқымен бірге, бұл шын жүректен айтылып отырған сөзіміз, қазақ мемлекеттік тілімізбен бірге. Сонымен бірге бұл ұлы абайымыздың тілі, бұл Дана Мұхтар Әуезовтың тілі, бұл біздің жүрегімізде Мағжан Жұмабаев жатыр. Біз шын жүрегімізден айтып отырмыз мұны. Бұл достығымыздың кілт екенін білеміз, мемлекеттік тілдің. Бұл бірлігіміздің кілт екендігін білеміз.